Өзбекстан Республикасы президентінің 2023 жыл 11 сентябрь күнгі 158 санлы фарманына тегар Өзбекстан 2030 стратегиясы tasdiqlanып, бұл құжат мемлекетіміздің 7 жылдық рауажлану бағдарын белгілеп берді. Стратегияда жастарға тиесілі мемлекеттік саясат, білімдендіру системасы реформалары, мектепке дейінгі һәм мектеп білімдендіруі, профессионал һәм жоғары білімдендіру, ilmiy зерттеу тарауларын рауажландыру бойынша айрықша вазипалар белгілеп берілген. Мінекей осы вазипалардың орындалуын тәмінлеу мақсатында бүгінгі күнде Нөкіс қаласында 66.500-ден артық 14-30 жастағы жастар бар болып, осы жылдың январ айы davamında қаладағы әрбір махалледе өткерген хаттау нәтижелеріне көре жастар балансы қалыптастырылды. Һәм бұл арқылы жастар 3 тайпаға ажыратылып, олармен индивидуал ислесу, индивидуал сөйлесу жұмыстары алып барылды. Атап айтқанда, ауыр тайпада 1130 жұмыссыз жастарға Қарақалпақстан Республикасы һәм Нөкіс қаласындағы жәмі 50 басшы қызметкерлерге атпағат біріктірілді. Бүгінгі күнде тиесілі басшылар тарапынан жастардың бәнтілігін тәмінлеу, олардың социалдық һәм тұрмыстық машқаларын ұнамды шешу мақсатында қызығушылық һәм машқаларын үйрену бойынша әмели жұмыстар алып барылмақта. Сонымен бірге 385 тәрбиясы ауыр жастар құқық қорғау ұйымдарының қызметкерлеріне аталық системасы тикарында біріктіріліп берілді. Мәхәлле жастар жетекшілерінің ұсынысымен жастар дәптеріне кіргізілген социалдық қорғауға мұқтаж 534 жастарға 287 миллион 900 мың сомлық мағдарындағы жәрдемдер көрсетілді. Нөкіс қаласында 54 ұлыма білім беру мектептері бар болып, бұл мектеплерде 64.388-ден 88 оқушы жастар тәлім тәрбие алмақты. Сондай-ақ 63 мемлекеттік 214 жеке тәртіптегі мектепке дейінгі білімдендіру шөлгімлерінде 3-7 жас аралығындағы 20 мыңнан астам балалар қамтып алынып, қамту дәрежесі бүгінгі күнде 91%-дан асты. Нөкіс қаласында Олимпия һәм милли спорт түрлері бойынша жоғары спорт шеберлігі мектебі, Олимпия һәм Паралимпия резервлер колледжі, футбол академиясы, қанығелестірілген футбол спорт мектебі, балалар һәм өспірімлер спорт мектебі, балалар спорт мектебі бар болып, оларда 15 мыңнан артық спортшы жастар тұрақлы түрде шұғылданып келмекте. 5 басылама олимпиада шеңберінде шахмат, шашка, гандбол, футбол, волейбол, воркаут спорт түрлері бойынша жарыстар өткеріліп, 20 мыңнан артық жастар қамтып алынды. Жастарды театрларға кеңінен қамтып алу һәм спектакльдер тамашалауын шөлкілместіру арқылы олардың интеллектуалдық жақтан рауажлануы, ана ватанға болған сүйіспеншілігін арттыру, шаңырақ, ата-ананың қадіріне жетуін тәмінлеу мақсатында Нөкіс қаласы әкімдігінің басылмасымен Қарақалпақ мемлекеттік Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік музыкалық академиялық театры һәм Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашагерлер театрлары арасында меморандум түзілді. Білім беру мектептерінің 8-9 класс оқушыларын, ал Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік музыкалық академиялық театрында болса, сол ұлыма білім беру мектептерінің 10-11 класс оқушыларын қамтып алу һәм оларға сол тәрбиялық мазмұндағы спектакльдерді, сахналастырған спектакльдерді қойып беру арқылы оларда сол ватанға, ата-анаға, шаңыраққа деген мехр-мұхаббатты, сүйіспеншілікті ояту болып табылады. Және де бір абзалдық жері, социалдық жақтан қорғауға мұқтаж болған шаңырақтың перзентлерін бұл театрларға кіруді бейпыл етуі сол меморандумда көрсетіп өтілген.